Екі аптада қант жемеу адамға қалай әсер етеді? Бүгінгі видеода ағзаға қалай қант әсер етеді, сол туралы айтатын боламыз. Видеоның соңында маңызды ақпарат айтылады, сондықтан да толықтай қараңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, денсаулық үшін каналына қош келдіңіздер. Лайк басып, каналыма тіркеліп, және де достарыңызбен бөлісіп жүріңіздер. Сіздер үшін жай ғана кнопка болғанымен ол денсаулық үшін каналына өте маңызды. Тез тіркелейік, достар, сіздерді күтемін каналында. Тіркелеміз. Қантты 2 апта жемесеңіз немесе мүлдем жемесеңіз ағзада қандай өзгерістер болады? Бірінші, асқазаныңыз жақсы жұмыс істей бастайды, қалыпты жұмыс істей бастайды. Екінші, ұйқыңыз тыныш болады, жақсы жайлы ұйықтайтын боласыз. Үшінші, энергияңыз көп болады, энергияңыз толы болады. Төртінші, есте сақтау қабілетіңіз артады. Бесінші, көңіл күйіңіз керемет болып, настроениеңіз күшті болып жүреді, үнемі билеп секіріп ойнап жүресіз. Алтыншы, дәм сезу рецепторларыңыз күшейеді, яғни тамақтың дәмін бұрынғыдан да күшті сезінетін боласыз. Жетінші, организмдегі қартаю процесін азайтады. Қантты жемесеңіз жас болып жүруге болады екен. Сегізінші, егер сізде артық салмақ болса, артық салмақты тастауға көмектеседі. Қант жемесеңіз салмағыңыз азаяды, қалыпқа келеді. Қантқа негізі біз тәуелдіміз. Тәуелділік бар бізде. Қантты тастау бізде қиынға соғады. Бір апта қиналасыз. Бірақ бір апта жемей кетсеңіз қантты, уже ары қарай сізге оңайырақ болады. Барлық тамақты қантсыз жей беретін боласыз. Сіздерге кеңес берерім, қанты бар тамақты және қанттың өзін жемегеніңіз дұрыс болады. Достар, ақпарат пайдалы болды деп ойласаңыз, каналыма тіркеліп лайк басып және достарыңызбен бөлісіп жүріңіздер. Каналдың дамуы үшін өте маңызды. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын. Келесі видеода кездескенше.